Менің ағам Ілиясов Жұбатқан деген жігіт 1930 жыл туылған, Қараөзек районында Бесқалада жасынан жырау болды. Бұл кісінің айтатын жолдары Әбдімұрат жыраудың жолыменен айтты. Теңізбай жыраудың жолыменен айтты. Сереке жыраудың жолыменен айтты. Сол жыраулардың жолымен айтқан адам. Бертінгіде алатпен жүріп, мына Бұқара облысын, Науаи облысын аралап, той мереке астарда айтып жүрді. Соңғы кезде алат мініп жүрді. Сосын біздің елде Тақияташ қаласында алатты жырау атанды ол кісі. Соның енді қазіргі кездері қалған 5-6 термелері, жырлары әртүрлі жаңағы айтқан әңгімелер бар. Есіктен келген бір адам төрге қарап ойлайды, төрде отқан адамда шөп қояқын көрмейді. Жекке де бұлар жігіттің де кейніне қарай ермейді. Мәлі мұсылман ауырса еміңі салқын емдейді. Бір малды енді сойғызып өкпесін алып бер дейді. Өкпеде менен қақыштап жазыла кетсе сол адам, Құдайда менен ісі жоқ, осыны жазған мен дейді. Өле тоғын ауруын күннен де күнге мегзетеді. Өлмей тоғын ауруын да ұшықта да сана келеді. Маңдайдан аққан аш етер, көкірекке сырғадан, қызылда кәдім білгірім, көкірегім білінім, сексілерікпен кезімде де отырған сөйлер. Салдығай болып сатпаймын, қолын шығарып алмаймын. Құдайдың берген жетсізі, жанымнан мені табылған. Талайда талай қиында, болмаған жиында, домбыра алдым сөйлеп отқан жорғамызда асылы зерпай жабылған. Мына қолымдағы Қарасай Қазидың Ереділ деген шақабы. Бұны менің өзім 1966 жылы Бесқаланың Тақияташ деген қаласында отырып өз қолыммен жырлап отырған кезінде жазып алғанмын. Мынау болса міне. Ағаңыз жырлап отқанда ма? Иә, мынау енді Қыздариқа деген жыр. Бұны мен жазып та алғаным жоқ, тек сақтап жүрмін. Бұны көкемнің өзі 1953 жылы, 55 жылы аралығында сол Төрткіл қаласында Жақып жырау деген жырау 101 дастан біледі екен. Содан жазып алған болуы керек. Міне мынау содан жазып алған көкемнің өзінің қол жазбасы. Міне мынау Қарасай Қазидың Қызылат деген шақабы, Нұртуған деген ақынның, Нұртуған ақынның қол жазбасынан көшірме болу керек. Бұны бірақ көшірген кезде мен көргенде жоқ, білмеймін. Бірақ көкемден қалған Қарасай Қазидың Қарат деген шақабы қазір сақтап жүрмін. Міне Қызылат деген шақабы, осыны сақтап жүрмін. Енді мен қолымдағы бары қазірше осы, онымен қатар мына әртүрлі айтылған термелері, әндері міне оны да сақтап жүрмін. Онсын Ноғайдың Нұрмақын деген ақынмен айтысқан айтысы бар. Онда ертеде сол 1970 жылдың ар жағында көкемден жазып алғанмын. Ол да бар мінекей. Болғаны осылар мендегі қазіргі бары осы. Онсын қала берді мына сол Бесқалада туылып өскен. Онсын мына бер жағында Науаи облысының Кенмық деген районда Қалдаш деген
Чөмекейдің жырау өткен, соның жырларын кассетаға түсіріп, анда жақсылық жыраудың термелері, онсын қараса жыраудың термелері, және өзге жыраулардың термелерін түсіріп, 32 дана кассета сақтап қойыппын. Соның әзірше мен қолымдағы бары осы.